Қосу формулалары тақырыбындағы 4-103 есеп және 4-104 есептің шығару жолдарын қарастырамыз. 4-103 есепте берілген есептеңдер деген есептің шарты. Бұнда 6 түрлі есеп берілген: косинус 105 градус, косинус 15 градус, синус пи бөлінген 12, синус 7 пи бөлінген 12, тангенс 75 және котангенс 15 градустарды есептеп шығарыңдар дейді. Есептің шығару жолы келесі бетте. Есептің шығару жолында бірінші есепте берілген бізге косинус 105 градус және 105 градусты біз келтіру қосу формуласына саламыз. Сонда 105 градусты біз 60 градус қосылған 45 градус деп жазып аламыз және қосу формуласын қолданамыз. Сонда бізде косинус 60 градус көбейтілген косинус 45 градус минус синус 60 градус және синус 45 градус. Косинус 60 градус, косинус 45 градус мәндерін арнайы кестеден қараймыз. Сонда бізде косинус 60 градусты 2-ден 1-ге көбейтілген косинус 45 градусты тура 2 бөлінген 2-ге минус синус 60 градусты тура 3 бөлінген 2-ге көбейтілген синус 45 градусты тура 2 бөлінген 2-ге тең. Осыларды көбейтіп қосатын болсақ, бізде шығады бөлшектің алымында тура 2 минус тура 6 бөлімінде 4. Екінші косинус 15 градус. Бұнда қосу формуласына келтіреміз. Косинус 60 градустан 45 градус алып тастасам 15 градус шығады. Олай болса, қосу формуласын қолданамыз. Косинус 60 градус көбейтілген косинус 45 градус қосылған синус 60 градус көбейтілген синус 45 градус. Мәндерін кесте бойынша қоямыз. Сонда бізде теңдіктер шығады екен. Тура 2 қосылған тура 6 бөлінген 4. Үшінші есепте синус пи бөлінген 12. Бұл жерде бізде бұрышы радиандық өлшеуішпен беріліп тұр. Бұны біз градустық өлшеуішке келтіріп алуымызға болады. Ол үшін 180 градусты 12-ге бөлетін болсақ, синус 15 градус береді. Олай болса 15 градус біз синус 60 градус минус 45 градус деп жазып аламыз және де қосу формуласын қолданамыз. Бұл жағдайда синус 60 градус көбейтілген косинус 45 градус минус косинус 60 градус көбейтілген синус 45 градус. Бұлардың градустық өлшеуіштерін кестеден қоямыз. Сонда синус 60 градус тура 3 бөлінген 2 көбейтілген синус 45 косинус 45 градус тура 2 бөлінген 2 минус косинус 60 градус 2-ден 1 көбейтілген синус 45 градус тура 2 бөлінген 2. Сонда бізде шығады екен тура 3 пен тура 2-ні көбейтетін болсам тура 6 шығады. Минус 1-ді тура 2 көбейтсем тура 2 бөлінген 4. 2-ні 2-ге бөлсек 4 шығады. Төртінші синус 7 пи бөлінген 12. 7 пи бөлінген 12 радиандық өлшеуішті градустық өлшеуіш түріне келтіріп аламыз және оларды қосу формуласын қолдана отырып шығарамыз. Сонда синус 60 градус қосылған 45 градус болады және қосу формуласына қоятын болсақ, синус 60 градус көбейтілген косинус 45 градус қосылған косинус 60 градус көбейтілген синус 45 градус. Бұл жердегі кесте бойынша мәндерін қоятын болсақ, бізде теңдігінде шығады екен тура 6 қосылған тура 2 бөлінген 4. Бесінші есепте тангенс 75 градус. Бұнда да 75 градусты біз тангенс 30 градус қосылған 45 градус қосындының түрінде жазып аламыз және қажетті формуланы қолданамыз. Бөлшектің алымында тангенс 30 градус қосылған тангенс 45 градус бөлімінде 1 минус тангенс 30 градус көбейтілген тангенс 45 градус. Орнына мәндер қоямыз. Сонда тура 3 бөлінген 3 қосылған 1 бөлімінде 1 минус тура 3 бөлінген 3 көбейтілген 1. Алымыз біз ортақ бөлімге келтіретін болсақ, және оны жекелеп жазып алатын болсақ, тура 3 қосылған 3 бөлінген 3 көбейтілген біз бөлшекті кері бөлшекке айналдырып бірден жазамыз. Сонда 3 алымына түседі. Бөлімде 3 минус тура 3 пен 3 қысқарады. Сонда тура 3 қосылған 3-ті бөлшектің бөлімінен иррационалдықтан құтылу үшін оның түйіндесіне көбейтеміз. Сонда мына түрге келеді екен. Бөлшекте бізде қысқаша көбейту, алымында қысқаша көбейту формуласы бойынша 9 минус 3 болады және бөлімде 2 өрнектің қос айырымының квадратына жататын болсақ, 9 минус 6 тура 3 қосылған 3 болады. Осы шеттен алымда 3 қалады. Бөлімінде 12 минус 6 тура 3. Тағы да бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін бұл жерде біз түрлендіріп орындаймыз. 12 мен 6-дан ортақ көбейтіш 3-ті шығарып жіберетін болсақ, алымдағы 3 пен бөлімдегі 3 қысқарады. Сонда 4 минус 2 турасында 3 бөлшектің бөлімінде қалады. Осы кезде біз тағы да бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін оның түйіндесіне көбейтіп жібереміз. Сонда алымда 4 минус 2 турасы 3 бөлімінде оны квадраттаса 16 минус 4 көбейтілген 3 болады екен. Сонда бізде
есептеу барысында тең 2 минус турасты 3 бөлінген 2 болады. Катанец 15 градус. Катанец 15 градусы 60 градус минус 45 градус түрінде жазыламыз. Және катанецтің формуласын саламыз. Қажетті мәндерін орнына қоямыз. Ортақ бөлімге келтіруді орындаймыз. Және бөлшектерді қысқартамыз. Сонда бізде мынадай бөлшек шығады. Есептеу барысында бізде ең соңында теңдігінде турасы 3 минус 2 шығады екен. 404-ші есепте берілгені бірінші косинус альфа тең 5 бөлінген 13 бөлшектерінде берілген, және синус бета тең минус 0,6. Бұл жағдайдағы альфа бұрышымыз 0 мен пи бөлінген 2-ның арасында жатса, және бета бұрышымыз пи мен 3 пи бөлінген 2 аралығында жатыр деп алып, синус альфа минус бетаны есептеңдер дейді. Және екіншісі катанец альфа тең турасы 3 деп алып, танец пи бөлінген 6 плюс альфаны есептеңдер. Үшінші ада синус альфа тең минус 41-ден 40 деп алып, танец бета тең 40-тан 9 деп алып, альфа бұрышымыз 3 пи бөлінген 2 мен 2 пи аралығында жатады деп алып, танец альфа плюс бетаны анықтаңдар деп берілген. Есептің шығару жолы келесі бетте. Косинус альфа тең 13-тен 5, бета тең минус 0,6. Бұл жерде альфа бұрышымыз 0 мен пи бөлінген 2 аралығында жататын болса, онда ол бірінші шерекке тиісті альфа. Бета пи мен 3 пи бөлінген 2 аралығында жататын болса, онда ол үшінші шерекке тиісті. Бұл жерде синус квадрат альфаны тауып алу үшін біз 1 минус косинус квадрат альфаны жазамыз. Сонда 1 минус 13-тен 5-тің квадраты 169-дан 25 шығады. Сонда 169-дан 25 салып салсақ, ортақ бөлімге келтіре отырып 144 алынды, бөлімде 169. Ол деп отқанымыз синус альфа 13-тен 12-ге тең. Косинус квадрат беттаны табу үшін бұл жағдайда 1-ден алып тастаймыз 0,36-ны. Өйткені 0,36 0,16-ның квадраты, сонда 0,64 шығады. Косинус бета тең 0,8-ге. Олай болса, синус альфа минус беттаны есептейтін болсақ, азайту формуласы синус альфа көбейтілген косинус бета минус косинус альфа көбейтілген синус бета тең орнына мәндерін қоямыз. 13-тен 12 көбейтілген минус 10-нан 8 минус 10-нан 6 көбейтілген 13-тен 5. Осылар есептеп келген кезде бізде минус 65-тен 48 қосылған 13-тен 5 шықты. Тең ортақ бөлім бізде 65 минус 48 қосылған 15 тең 65-тен 33 деген бөлшек шығады екен. Екінші есепте берілген бізге катанец альфа тең турасында 3, тангенс пи бөлінген 6 плюс альфаны бізге есептеп шығар деп тұр. Бұл жағдайда біз тангенс альфаны табу үшін катанец альфа көбейтілген тангенс альфа тең 1-ге тең деген негізгі формуланы қолдана отырып, осы тангенс альфаны табатын болсақ, катанецтің орнына турасы 3 қоямыз, сонда тангенс альфа тең 1 бөлінген турасы 3-ге тең. Немесе турасы 3 бөлінген 3 деп жазуымызға да болады. Олай болса, тангенс пи бөлінген 6 плюс альфаны есептейтін болсақ, тең қосу формуласының мәніне қоямыз. Тангенс пи бөлінген 6 қосылған тангенс альфа бөлімінде 1 минус тангенс пи бөлінген 6 көбейтілген тангенс альфа. Орнына мәндерін қоямыз. Тангенс пи бөлінген 6-да турасы 3 бөлінген 3 қосылған тангенс альфаны біз есептеп таптық. Ол турасы 3 бөлінген 3. Бөлімінде 1 минус турасы 3 бөлінген 3 көбейтілген турасы 3 бөлінген 3. Тең алымын біз қосатын болсақ, бөлімдері 1 болғандықтан бөлім 3 болады да, алымында турасы 3-те турасы 3 көбейтсе 2 турасы 3 бөлінген бөлшектің бөлімінде 1 минус 3-тен 1 болады. Тең 2 турасы 3 бөлінген 3-ті көбейтеміз кері бөлшекте 2-ден 3-ке, сонда турасы 3-тің өзі қалады. Үшінші есепте синус альфа тең минус 41-ден 40 деген бөлшек берілген, тангенс бета тең 40-тан 9 деп берілген. Альфа біздің бұрышымыз 3 пи бөлінген 2 мен 2 пи аралығына жатады. Бұл бізде 4-ші шерек болып есептелінеді. Сонда тангенс альфа плюс бетаны бізге есептеп тап деп тұр. Сонда біз косинус альфаны табатын болсақ, ол 1 минус синус квадрат альфаға тең. Бірінші тепе теңдіктен табатын болсақ, орнына мәннен қоямыз. 1 минус 41-ден 40-тың квадраты. 1 минус 1681-ден 1600. Ортақ бөлімге келтіріп орындайтын болсақ, 1681-ден 81. Сонда косинус альфа деп отқанымыз 41-ден 9 шығады екен. Тангенс альфа тең 41-ден минус 41-ден 40-ты көбейтеміз 9-дан 41-ге. Сонда минус 9-дан 40 деген бөлшек шықты.
Енді таңес альфа плюс беттаға қоятын болсақ, орнына мәндерін -9-дан 40 қосылған 40-тан 9 бөлімде 1 қосылған 9-дан 40 көбейтілген 40-тан 9. Сонда алымында біз ортақ бөлімге келтіріп орындайтын болсақ, 1600 қосылған 81 бөлімде 360 бөлінген бөлімнен 2 шығады. Олай болса, -1519 бөлінген 360 көбейтілген 2-ден 1-ге. Сонда -1519 бөлінген 720 деген бөлшек шықты.